Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен Дағыстан елінің ұлттық тағамы болып саналатын чуду дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде чуду асқабақпен дайындалған. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса пікір қалдыруыңызды сұраймын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылы суға 1 шай қасық тұзды салып, оның үстіне құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Құрамына қажет заттардың мөлшерін описание бөлімінде толық жазбаша нұсқада қалдыратын боламын. Чуду қамырын илеуде негізгі 3 тәсіл бар екен. Олар ашытқымен илеу, айранға илеу және де тек қана суға илеу. Менің жасап жатқаным 3-ші нұсқасы болып саналады, тек қана суға иленетін. Судың мөлшері оның тығыздығына қарай әрқайсыңызда әртүрлі қажет болуы мүмкін. Міне дәл осындай әдемі қамыр илеп, бетін целлофанмен жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында тындырамыз. Осы уақыт аралығында ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Аршып тазаланған асқабақтарды үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Және де 2 бас пиязды ұсақтап 4 бұрышты етіп турап, қызып тұрған табада сұйық майға қуырып аламыз. Енді осы қуырылған пиязды үккіштен өткізілген асқабағымыздың үстінен саламыз, дәміне қарай тұз саламыз және де қара бұрыш себеміз. Сіздер қалауларыңызша ащы бұрыш сепсеңіздер де болады, паприка қоссаңыздар да болады, немесе кез келген дәмдеуіш түрлерін қолдансаңыздар болады. Және де қасықтың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен басқа ешқандай дәмдеуіш қоспадым, бірақ соның өзінде де менің салмам өте дәмді болып шықты. Жақсылап тынған қамырымызды ортасынан бөлеміз және де әрбір бөлікті тағы да 5 бөлікке бөлетін боламыз. Сонда бізде барлығы 10 бөлікке бөлінуі қажет. Салмасына қалауларыңызша картоп пюресін, сүзбені немесе көк пиязды, укропты қолдансаңыздар да болады. Тағы бір нұсқасы ол тартылған ет, яғни фаршты да қолдануға болады. Бұл жерде маған ең минималды заттармен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын тағам жасауға болатындығы қатты ұнады. Домалақтаған қамырлардың барлығын 10 сеуіп бір ыдысқа орналастырамыз және де бетін целлофанмен жауып қоямыз. Енді осы нандарымызды шетінен жұқалап жайып отырамыз. Үстелдің үстіне және де қамырға 10 сеуіп отырып барынша домалақ форма беріп жұқалап жаямыз. Жайылған қамырдың тек бір жақ бетіне қана үлкен қасықпен толтырып алып салмасын салатын боламыз. Түйілу жағы чебурекиға қатты ұқсайды, яғни бір жағына салып, екінші бетімен жауып, жақсылап жабыстырамыз. Біріктірген жерді қолымызбен басып отырып, жақсылап жабыстырып шығатын боламыз, және пышақтың көмегімен артық қамырды кесіп аламыз. Және де осы кесілген қамырлардан соңында тағы да 2 чуду шығатын болады. Барлығын дәл осылай жасап алатын боламыз. Құрғақ табаны газға қойып жақсылап қыздырамыз, одан кейін барып чудуларды орналастырамыз. Және де газдың отын орташаға дейін азайтып, астыңғы жағы әдемі қызарғанша пісіретін боламыз. Табаға май жағудың да қажеті жоқ, және де табаның қақпағын жабудың да қажеті жоқ. Дәл осындай әдемі қызарғаны күтеміз. Одан кейін екінші бетіне ауыстырып, дәл солай әдемі қызарғанша пісіретін боламыз. Пісіп шыққан ыстық чудуларға бірден сары майды жан-жағының барлығына жақсылап молынан жағатын боламыз. Келесі піскенді дәл осы алғашқысының үстіне қойып, оның да бетіне сары майды жақсылап жағамыз. Дәл осы реттілікпен барлығын пісіретін боласыздар. Бірінің үстіне бірін қойып отырып, сары май жағып отырып, барлығы пісіп болғаннан кейін бетіне не орамалмен, не целлофанмен жауып қоясыздар. Алғаш пісе салған кезде қамыры қатты болып тұрады, бірақ та бетін целлофанмен жауып, бір 10-15 минутқа қойып жіберсеңіздер, сары майы сіңіп, қамырлары жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде ыстықтай жеуге тырысыңыздар, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнаған болса пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.